Я енді Динара Сатчанмен сұхбат болған кезде 2 миллиард тапқым келеді деп айтқан ғой. Иә. Онымен 2 миллиард болмады, бірақ миллиардтан асырдық. Миллиард 27 миллион 580. Бұл рекорд па? Жоқ, рекорд емес. Рекорд Нұрлан Қоянбаев мырзанікі. Миллиард 181 миллион екен. Біз енді екінші орындамыз. Бүгінгі таңда миллиардер продюсерлардың ішінде Нұрлан Қоянбаев және мен. Бірақ қарызға ақша сұраса бермейтін қатарынан. Негізі шынымен де көп адам байып кетсе жомарттық азая бастайды. Жомарттық азаяды емес, ол поток энергия дейді ғой. Ақшаның энергиясын біреулерге беруге болмайды, ол жаман ырым. Өте дұрыс деген. Осы ойыңмен өмірім қай жерде. Бар ғой сондай андай менторлардың несі, мотиваторлардың әңгімесі ғой, ақшаға байланысты. Ол сенің энергияң, сен ол энергияңды шашпа деген сияқты. Күшті таңдам екенсіздер екеуі. Жеңше, сондай ақша тауып жүрген білесіз ба? Негізі? Қазір айтып отырма. Үйде жалпы есеп қисап бола ма? Ол білесіздер ме, былай айтқан кезде әрине үлкен ақша сияқты ғой, бірақ мен де қызығып кейде сұраймын ғой енді, жаңағыдай қалай болып жатыр, жалпы доход бар ма деген сияқты. Бірақ бір киноның артында қаншама адамдар бар. Енді ойлап қарасаңыз, сонда мен ойлаймын, жалпы инвестор да, продюсер да көретін ақшасы онша көп емес екен. Ол миллиард жинап тұрып та. Иә, тіпті миллиард жинаса. Содан кейін Бұл жерде түскен ақшаның налогы бар, анауысы бар, долясы бар. Өзіңнің шығарған ақшаң бар, сөйтіп келген кезде, егерде инвестор бір адам болса, өзіне жақсы пайда келеді. Жерде кейде 2 адам қосылып жатады, оқтан да ар жағында бір қарап отырсаң, салған ақшасының бір 30-40% ғана табады ғой сонда. Жалпы енді кино да шетелде түсірілді. Қымбатқа түсті. Кино енді өте қымбатқа түсірілді, 175 миллион. Киноның бағасы 25 миллион рекламаға кетті. Камалидин Темірханов деген біздің досымыз, бауырымыз, сол біздің инвестор. Бірінші бөлімде де инвестор болды, екінші бөлімде генеральный продюсер ретінде жұмыс жасауға ұсыныс. Бұл енді жалғасын таба ма? Мысалы, шыны керек, бір кинодан жақсы касс жинаған кино тағы да тәбеті ашыла береді. Нұрлан Қоянбаевтың өзі. Сізде де хотя бы кино 3-4 кете бере ме? Жоқ, біз енді 3-4 деп оны үйтіп ұрбиттаймыз. 3-пенен сонымен финал бітіреміз ау. Өткені қазір не жүргізіліп жатыр, ақылдасып жатырмыз. Албанияда түсіреміз ба, Дағыстан ба, Москва ма. Сондай бір жылы жаққа көреміз. Экстремальный жерлер ма? Тайланд қымбат қой құрсын.